Иә, біздің мектеп бітіргенімізге биыл 20 жыл болыпты. Өмір атты сынағы қатты әлемге аттандырған күміс қоңыраудың үнін естімегенімізге 20 жыл өтіпті. Арада сынаптай сырғыған уақыт өткен сайын, мүмкін біздер есейген сайын бекен өткен күндерге деген сағыныш жүректі сыздата түседі. Алтын ұя мектебімізді бітіре салысымен, бір сыныптағы 60 бала сан саққа қарай батырай ұштық. Әрқайсымыз өмірден өз орнымызды табамыз деп оқу оқыдық, отбасын құрдық, балалы, шағалы болдық. Осындай қым қуыт өмірмен жүргенде бір-бірімізді іздеуге мұршамыз болмады. Бірақ көрген жерде бір-бірімізге деген туыстық сезіміміз суыған емес. Біздің кластың кешегі боз балалары, саналы азамат, бойжеткен қыздары салиқалы ана атанғанмен 11 жыл бойы бірге оқып, бауырдай болып кеткен сыныптастарымызды көрсек, кездесіп балалықтың бал дәурен күндерін еске түсірсек деген құштарлық барлығымызды мазалағаны рас шығар. Тіптен арамызда бірін-бірі көрмегелі 20 жыл болған сыныптарымыз да бар екен. Біздің Орал Жандосов атындағы орта мектеп ауылдың шетін ала бере орналасқан еді. Осы бір ауылдың балаларына алтын ұя болған еңселі мектептен қанаттанған қаншама ұрпақ қазір еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет атқаруда, ұрпақ өсіруде. Біздің тұлғасын арманымызға ұқсататын, үлгісін көңілімізге қыстататын ең алғашқы ұстазымыз Тұрсынхан, Жамал және марқұм Әнисе апайлар. Қалдырған ізі мәңгілік, жадымызда тұрар жаңғырып, осы апайлардың бейнесі тек біздің сыныптың оқушыларын ғана емес, сол ауылда мектеп табалдырығын аттаған қаншама ұрпақтың көз алдында қолына қалам ұстатқан алғашқы ұстаз ретінде қалды. Ал біздің нағыз шыжығымызды көрген ұстаздарымыз, класс жетекшіміз Гүлдана Көккөзова, Сарқыт Чотбаева және Төлегенова Бәтихан. Біз мектеп бітіргенше қысы жазын 11А және 11Ә сыныптарының небір мінезді ұлдарымен, қылығынан қырсығы көп қыздармен өткізген апайларымыз бізге өмір деген өзенде қайғымыздың ескексіз қалуын үйретті. Ескексіз қалмауын үйретті. Төлегенова Сайлаухан, Сухаева Оралхан, Әбішев Шарбақын, Айтақынова Әлия, Сәркеева Гүлбану, Байділдаева Тұрсынхан, Тоғайбаева Нұрбеке, Белғожаева Тұрсын, Шорманова Зайра, Ахметов Қанат, Жарқынбеков Сұлтан секілді ұстаздарымызды әрқашан үлкен мақтанышпен еске алып жүреміз. Асау өмір арнасында шалқып сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен деген жолдарға бір-бірімізге деген қимастық сезімдерді сыйдырған сыныптастардың арасында да қазір біразы жоқ. Жалебеев Мұрат, Әбетханова Елзира, Керімқұлова Жаухар, Тұрғынбаева Гүлфара сияқты сыныптастарымыздың арамыздан ерте кеткені өкінішті. Ендеше сонау балалық шақтың құшағында қалып қойған мектептегі күндерімізді еске алайық. Қасиетің ұстазым бар сенің
досым, мен сені ұмыта алман. Үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашын. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсам саған осы өмірім. Ұстазым, ақылшы дос. Менің осы классым 92 жылы бастауыш сыныптан жоғары классқа өтіп, мен сынып жетекшісі болып келдім. Сол кезде олар кішкентай балалар еді. Шаш кекілдері желбіреген, қыздардың тұмсықтары желбіреген, шаштары өрілген, әдемі қыздар мен жас балалар еді. Енді кейін 99 жылы 11 класты бітіріп, барлықтары жан жаққа ұшты. Ал енді сол мектепте жүргенде менің ұлдарым өте жақсы, ұйымшыл, не болса барлығында ұйымдастыра білетін, қабілетті, талапты, талантты, зерек, білімді болды өте. Енді мына айта кетсек, Елдосты ол медальға бітірді, Нұрсанатта медальға бітіретіндей еді, енді оның да шама шарқы болды. Енді жақсы оқушылардың бірі болды. Менде ұлдарым, ер азаматтар жақсы болды, ұйымдастырушы болды. Қыздарым да жаман емес, біздің класс жалпы жаман емес, құрамы жақсы болатын. Өте жақсы болатын. Енді тәрбие сағаттарын өте керемет өткізуші едік біз. 3 би туралы тәрбие сағатын өткізгенбіз, 3 би туралы тәрбие сағатын өткізгенде сол мектеп бойынша жақсы деген бағаға ие болды. Не оқушылардың қандай керемет, қандай жақсы сөйлейді, қандай жаттаған, керемет өткіздің деп сондай енді анау бізде педсовет болады ғой, сол кезде айтып жақсы керемет екен деген атқа ие болғанбыз. Содан кейін 2 класс жарысып ата-аналарымен бірге қосылып, 2 класстың ата-аналары сонда қазақтың салт дәстүрі туралы өткізгенбіз. Батиқан тәтекеміз бар, ол кезде Батиқан тәтекеміз. Міне сондай қазақтың салт дәстүрлері туралы, қазақтың билері туралы тәрбие сағаттарын өткіздік. Енді осы Жандос мектебінде жұмыс істедік. Сол кезде осы балаларымызды Бабаева Жамал бастауыш класста оқытып, содан мен қабылдап алдым. Балалардың барлығы жаңағы өте үлгілі, тәрбиелі балалар екен. Ішінде жаңағы 24 баланың 11-і оқу озаты, оқу етпіндісі болды. Ал енді сол кездегі класс командирі мына Сырғабаев Ақмарал. Көгалдандырудың жетекшісі Тұмабаев Жанат. Әрқайсының өзінің қызметтері болды, сондай тіл алғыш, өте еңбекқор балалар еді. 5 класстан бастап 3 дәрежелі даңқ орденінің иегері Батиқан апай жалғастырды. Бұл кісіден эстафетаны мен қабылдап алып, 9 класста бұл жарты жылдығынан бастап бұл кісінің зейнеткерлікке шығуына байланысты Батиқан апай маған өткізіп кетті. Шын мәнінде бұл класты 33 бала аяқтады. Енді олардың ұйымшылдығы, берілген енді бастауыштан бастап берілген тәрбиенің, білімнің арқасы деп есептеймін. Соны ары қарай алып кеткен балаларыма, ұлдарыма, қыздарыма менде алғыс сезімді білдіремін. Олардың небір керемет қызықты сәттері көп болды. Ұйықтап қалған сәттері әсіресе мені Қуатбек жиі ұйықтап қалатын. Бір күні сабаққа келсем, мен бір жақсысы міндетті түрде таңертең келіп балалардың сабаққа қатысып толық отырған жоқ па, кім келмей қалды. Соны түгендеу менің парызым болатын. Содан бір күні келсем, Қуатбек жоқ. Үйіне заулап отырып бардым. Үй өте де алыс емес енді. Алыс балалардың үйіне де баруға жалықпайтынмын мен. Барсам, Қуатбегім тұрайып ұйықтап жатыр. Көрпені ашып қалдым. Ашсам, ой апай сіз бе едіңіз деп, ұрышып тұрып сасқан. Кешіріңіз апай, кешіріңіз деп, сол шала шарпы киіне сап мектепке қарай ұшты. Содан кейін Қуатбек сабақтан кешікпейтін болды. Ұйықтап қалмайтын болды. Осыдан 20 жыл бұрын бітіріп кеткен біздің сыныптастардың арасынан небір өз ісінің маманы болған азаматтар шықты. Атап айтсақ, ұзақ жылдардан бері мекеме басшысы болып,
аттан түспей келе жатқан азаматтар, еліміздің ішкі сыртқы қауіпсіздіктеріне жауап беретін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері, жер бетіндегі ең ұлық мамандық ұстаздық жолды таңдағандар, ақ халатты абзал жандар, бір мекеменің есеп қисабын басқарып отырған бухгалтерлер, қашанда әділдікті той еткен заңгерлер, істің ақ қарасын әділ шешетін сот қызметкерлері, қашанда жаңашылдықты қолдап жүретін IT саласының маманы, ел тыныштығын қорғайтын әскери қызметкерлер, туған жердің төсін түлетіп жүрген ірі кәсіпкерлер және тағы да басқа білікті мамандардың шыққаны ұстаздарымыздың бізге берген терең білімінің, айқын бақытының жемісі деп білеміз. 20 жылдан кейінгі кездесу біз үшін мәні мен мағынасы зор кездесу. Енді жарты ғасырлық кездесуде басымыз аман, бауырымыз бүтін қалпымызда аман жетейікші. Достар, кетсек те біз есейіп, бар қызығын өмірдің бір кешейік. 10 жыл өтсін, жыл 20, 100 жыл өтсін, амандықпен әрқашан кездесейік.